Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен сіздерге өзімнің универсальный тренажерімді көрсететін боламын. Ол тренажерді қандай материалдардан жасадым және ол тренажермен қандай жаттығулар жасауға болады, соны қазір толығырақ көрсететін боламын. Олай болса, біз видеомызды бастаймыз. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып, қасындағы қоңыраушаны басып, арнамды қолдай отырыңыздар. Подписка жасап болсаңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыз универсальный тренажер. Осылайынан міне темір жасағанмын. Мына жерін осылайынан варт еткенмін. Бұл болт. Міне бұлайына алынады. Сосын егерде блинныйдың салмағын, яғни жаттығуды жасағанда бізге жеңіл салмақ керек болса, біз мынау тұрған болтты бұрап аламыз. Бұрағаннан кейін міне осылай бұрап аламыз. Бұрағаннан кейін міне алынды. Кәдімгі болт, кәдімгі болт, кәдімгі гайка. Осыған осылай темірді варт етіп істегем. Осыны алған соң, өзіміздің блинныйды алып, салмақ қосу керек болса салып, еркін салмақта жұмыс жасай аласыз. Және де міне осындай бізде дөңгелек. Осының бойында осылай трос жүрілген. Кәдімгі крючок. Машина тартқанында қолданылатын крючок. Мына жер трос осылайынан бекітілген өзінің арнайы болттарымен. Міне осы блинныйымызды салып болған соң, осы крючокты әкеліп мынаған ілеміз. Міне осылай ілеміз. Крючогымызды іліп болған соң, өте тез барлығы сразу істелінеді. Тросымыз осылай келеді. Келген соң мына жерде дөңгелектен өткен. Бұл дөңгелек базарда сатылады. Бұл заборға арналған дөңгелек. Көрген шығарсыздар, бұлай жүріп істелінетін забордікі. Осыған да қолдануға болады. Бұлай мына жерде мен болтпен істедім. Мына жерде көрініп тұрған бұлар. Осыны варт еттім. Жоғарыдан көрсетейін. Міне кәдімгі болт. Бір жағын осылайынан кәдімгі бұралатын қылып жасадым. Ал екінші жағы болса, осылайынан міне варт етіп тастадым, бұл алынбайды. Ал егерде бұны алатын болсаңыз, осы болтты бұрап ала саласыз. Бұл турникке орнатылған. Міне турникке осылай орнатылған. Егерде турникке тартылатын болса, осылай қарай міне жылжымалы. Бұлай жылжыта саласыз. Турникке тартылатын болсаңыз жылжыта саласыз. Ал егер осы тренажерді қолдану керек болса, бұлай қарай сырғытып жылжыта саласыз. Сіз де осындай тренажерді жасап алсаңыз болады, өз турнигіңізге дәл осылай. Бұл өте жақсы тренажер. Қазір бұл тренажермен қандай жаттығулар жасауға болады, соның барлығын көрсететін боламын. Міне достар, бұл тренажерді осындай ручкаларды қолдануға болады. Осы ручкалармен жаттығу жасаймын. Мынау арқаға арналған үлкен көлемді турникке тартылғандай жасайсыз. Бұны өзіңіз біліп тұрған шығарсыз. Мынауды қысқа қабатта, яғни қолдың арасын жақын қылып жасағанда қолданылатын ручка. Және мынау бұның не екенін түсініп тұрған шығарсыз. Бұның кез келген жаттығу жасай бересіз. Бұлай бицепс деген сияқты, немесе грудқа. Қазір бұлардың барлығымен қандай жаттығулар жасауға болады көрсетемін. Ал мынау болса косточка, бұны да көрген боларсыздар басқа видеоларымнан. Қазір бұлармен қандай да жаттығу жасалынады, соны көрсететін боламын.
Достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де осы тренажерді өзіңізде жасап алсаңыз болады. Бұл тренажер сізге үлкен көмегін тигізеді. Көптеген жаттығулар жасауға болады. Сізге ұнап жатса, бұл тренажерді жасап алуыңызға болады. Олай болса, достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Алда тағы да қызықты контенттер болады, және де алда дәл осылай жаттығу құралдарына обзор жасап, толығырақ түсіретін боламын. Гантелі бар, скамья бар, универсальный, тағы да басқа тренажерлар бар, штанга, сондай. Соларға да обзор жасайтын боламын алдағы уақытта. Және тағы басқа қызықты видеолар болады. Сол қызықты видеолардың бірінде жүздескенше аман сау болыңыздар.